Бүгінгі видеода біз бір нүктеге емес Нұра өзенінің екі нүктесінде балық аулайтын боламыз. Бірінші нүкте Астана қаласынан 30 км, ал екінші нүктесі 170 км жерде орналасқан. Бірінші нүктеге тек Асеке екеуміз ғана келдік. Оңтүстік Қазақстанда емес, тек қана солтүстік Қазақстанда, сондай Якутияның погодасында, яғни тек қана салқын жерде өмір сүретін Нәлім атты балыққа келген болатынбыз. Бұл нүктеге қатты дайындалмадық. Тек қана қармақпен машинада жеуге арналған кішігірім тамақ алдық. Әрине біз палаткада емес, машинаның ішінде түнедік. Менен бір кішігірім кеңес, машинада қонуды ұмытыңыздар. Мен енді қайта алмаспын. 4-5 рет демей қойын, 20-30 рет лақтырдым. Дым шықпады. Мүмкін бұл асығыс болған соң ба, мен дұрыс приманка таба алмадым ба, көп күтіп түнгі сағат 2-ге қарай бірінші балық түсті. Әрине бұл Нәлім. Мұнда, тамақ ішіп отырсам, мына жақта Асекең жүгіріп кетті да, сөйтсем Нәлім түскен, одан қарасаңдар. Міне достар, біз осы балық үшін келдік қой, Нәлім. Мынау енді кішкентай, біз бұйыртса дәуіне шығамыз. Жібереміз енді. Қысқасын айтқанда, бұл нүкте бізге ұнамады. Қалаға қайтып достарымызды, сондай-ақ палатка, пеш барлығын алып қайта жолға шықтық. Дәл қазір каналға тіркеліп, колокольчикті қосуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің келесі видео осындай подводный камерамен түсірілетін болады. Яғни Fox Beach'тағы достарымыз бізге осындай әдемі, яғни ең соңғы үлгідегі өздерінің камерасын жіберген болатын. Яғни келесі видеолардың барлығында біз судың астында қандай тіршілік болып жатқанын көретін боламыз. Біз мына заттардың бәрін ішіне шығарып, екі палаткың бәрін дайындап қойдық. Мына бағана көргендеріңізді өртіп тастадық, резко. Қазір титанат ішке кіргіземіз. Мына жақта бізде, мына автономканы мынаның астынан жібереміз, өйткені бізде мына жақта тек бір ғана дырка бар. Оған ол сыймайды. Сол үшін мына жерден 4 пұшқылап примерно қазамыз. Ал бізде мына жақта поклевка. Өте әдемі поклевка кетіп жатыр. Бірінші балық, ал көрейік. Анаған кетті. Әдемі жылқы батыр ғой, бәрінде жібет сұр. Болды қараймын ғой. Так, бір қармақ, 2 қармақ, 3 қармақ, 4, 5. 6-шы санау ортаға қоямыз қазір. Так, мына жақта бізде жібетістер. 2 жібетісі уже салют болып қапты ғой, 2 жібет салют болып қапты. Жоқ, тіптірі. Ал біз қазір қайықпен тағы да 10 штук андай поплавочныйды. Біз ауылда баяғыда загадушка қылып істейтінік. Қазір сондайдың вариантын жасаймыз. Соған мені қайықта бара жатырмыз. Біздің қайық кетті. Поплавоктарды тастап бөлуге пенопластпен. Ал мен мына жақта дежурный 5 қармаққа. Ал достар, біз мынандай плавуй деген бар. Осындайға барып шабаққа іліп береміз мынандай. 10 штук. 2 сағат сайын тексеріп отырамыз. Мында інілеріме спиннинг құрап беріп жатырмын. Қазір осымен щука тартып көреді. Что там, блеснаға аулайсың ба? Воблер әлде? Қара мынандай темалар бар. Шашылып отыр енді. Жоғанда құйрығы бүйтіп жырлап жүретін. Мынау ма? Бұл жерде ол істемейтін сияқты негізі ше. Саған ең әдемісін берейін да. Алдынан Нұрада осымен көп тарттық. Давай осымен көрсей. Ал, Асектің бірінші сабыр осы. Давай. Бай төбеден ал. Әдем. Енді катушкин жапты ұра бер. Сезіп атсыман айналып атқанын, катушкин. Бірақ нау. Ойлап тұрмын да шана мөлдір емес, ағын су үші андай. Мынандай жерге білесін воблер дұрсау, походу. Бізде мына қармақты түртіп атыр. Кетіп қалсақ түртіп келсек қайттан тыныш, қазір соны аңдаймыз. Біздің рыбактар қайтып келе жатыр. Қазір көрейік ал, мына жақта түсем екен. Так, достар, бізде поклевка. Бар. Пацакта кел. Бар. Ух ты, карасик па не? Әдем ұрып атыр. Пацак дайын тұр. Давай. Давай, астына, пацакты астына түсір. Тағы да түсір, астыға. Көтер енді. Хорош. Первый улов есть. Есть ба?
Құрт қатысы. Мәнанса. Жаман емес негізі. Поклевка бар. 0-ден кеттік. Әдем. Асылжан, балық бар өзі. Сенде әлі жоқ. Мынандай ящик түсір бізге. Пойдет. Так, бізде бірінші қармақ майланды. Енді екіншісін іздеп жібереміз. Алдым. И резко поклевка дейсің ғой. Так. Сіздерге кішігірім рум-тур көрсетіп жіберейін. Мына палатка, дәу палатканың ішінде біздің тек қана спальня болады. Полный жатамыз, осы жаққа 5 адам. Анау светильник төбеге, анау спальня мешок, анау мәсі, киімдер, печка. Бірақ бізде основной печка автономка болады. Оны жерге қазып, астынан кофрасын жібереміз. Әйтсе бізде орын жалғыз, ал екінші палатка бізде таза кухня. Бұл жақта чисто тамақ ішеміз, мау, шай. Ананың ішінде заттар бар, тамақтар бар. Анау газ чехолда тұрған. Мына бетте бізде машина. Осылай. Мынау біздің живец. Мынандай атака кеткен. Бірақ балық түспей қалған. Бұны уже екінші рет лақтырсаңыз, достар, бұл уже шығып кетеді да, бұл уже одноразовый. Бұны жібереміз. Кетті. Новыйын саламыз. Тірі. Ал бізде кетті заброс живецпен. Давай. Әдемі. Ал бізде обед кетіп жатыр. Мына екінші палатканың ішінде дощиктан жіберіп жатыр, короче. Ой, әдемі. Так, бізде поклевка кетті. Жоқ пайда. Кетіп қалды ма? Бар сияқты. Подъязик шығар, жібере салды, мен жібердім жаңа. Жек біткен ба құртты? Жоқ, құрт тұр. Бізде арада 3 сағат өтті. Міне Асекең қазір барып. Анау аты не аналардың? Орысшасын білем, плавуны дейді ғой. Плавуны, короче, біздің тілмен айтқанда поплавок бар ғой, сондай ғой, пенопластқа істелген. Соны қазір барып тексеруге бара жатыр. Қазір көреді. Короче, сіздерге көрсетейін міне. Келіскеніміз бойынша 3 сағат сайын тексеру. Міне. Мынау біреу. Кешке таман бір. Сосын мынау бар. Мынау бар. Короче, общий айтқанда 10 штук. Мына жақтың бәрінде. Егер де қазір бар болса, онда дронмен ұшып барып кадр алатын боламыз. Так, біріншісі тишина. Қазір екіншісін көреді. Бізде дронмен кадр атымен өйткені жоқ екен. Пока что-то хищниктің уақыты басталмаған сияқты. Кешкі уловты күтеміз онда. Так, бізде мына жақта хищник түсіп қалды. Что-то кішкентай сияқты. Тартып қой. Бар. 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 Ей, полуан. Второй балык. Мынау қарсы. Мына атака жасаған қарсы хищникті. Қарсы. Агрырының астын көрдің ба? Мына бетін қарасаңдар. Жаман ұрған ғой. Еще одан бөлек 2 күрчекқа түсіп қалған ғой. Жаман тісте бақты. Оны дәйеу бақтар жатыр, осындай жібет салды. Осындай жібет салсам. Жоқ, осыны сәл кішкентай. Қалай? Екінші балык. Жаңа қайтадан лақтырған қармаққа тағы бір балық келді. Басында құрт бар, походу. Мынандай бір яс сияқты. Біз ұйқыдан тұрдық. Бағана сағат 2-де ұйықтап, қазір сағат 4:30-да отырып, бір 2,5 сағаттай әдем ұйықтап алдық. Сонымен кішкене
полдник дей ма, тамақ ішіп алдық. Түстен бестің шайын ішіп алдық. Одан кейін мына жерде ары қарай біздің лагерь ар жақта қалып кетті. Біз бері қарай келіп, мына жақта қайықпен қазір плавундарды тексереміз. Мұнда бір плавун бар, дальше сосын тағы бар, сосын мына жақтарда бар. Ал біз қайықпен несібеміз тексеруге бара жатық. Түсіп пе екен, қазір көреміз. Бар ма? Үлкен ба? Кішкентай? Оқуын шығар. Қайын көрсет. Судақ қонда. Жібере сал. Неге? Кішкентай ғой. Жұтып қойған ба? Көрші? Ау? Короче, от нас убегает плавун. Здесь что-то есть. Сейчас поднимем. Угу. Сваливает, короче. Давай. Тоқта. Асық. Жібер ома. Судақ сақты ғой. Қатты тартса жібере сал. Ох, бар, нормально, жібер. Тарт. Окунға ұқсамайды ма? Кіргізін ағын, көте. Окун екен, опана. Шығар. Тағы сондай ма? Конечно, жіптер. 400-500 грамм бар ғой. Окун ғой? Басикевич. Деу. Қалай? Көрсет. Қош па? Не керек осыдан атығач? Әдем о? Жұтып қойған ба? Жебесті ауыстыра салымыз ғой. Кетіп қалды ма? Кетіп қалды. Ё-майо, басы жоқ. Болды ма? Жоқ, сатқан кезі болды ма, бал? Сезілді, шығып кетті. Судақ қона қаршы қалай жетістік. Мына жерде жүр, значит, нәрге әке көріп қой. Вот, короче, вот такой улов. Что-то одни окушки идут. Вот такие хорошенькие. Вот тоже 2. Сейчас через часа 3 пойдем еще будем проверять. Судака налима охота. Вот улов. Нормально, да? Қайықты шығарып қойдық. Енді қазір сағат 6. 6-та уже мынандай тасқаранға. Қазір біз бұйыртса сағат 9-ға таман тағы да поплавоктарды, плавундарды тексеретін боламыз. Одан кейін түнгі сағат 12-де тексеріп, сосын ұйықтайтын боламыз. Қазір енді бір тамақтың қамын жасаймыз. Ал бізге мынандай салқын күнде, короче, автоном мош етіп тұр. Запасной дизель де бар. Осы автоном танк. Әдем. Короче, былай дым көрінбейді да. Битсең, маған ұрсыңдар. Қар жауып отыр ғой бізде уже. Короче, достар, бізде поклевка. Ал бисмилля. Айт, жақсы берген. Яқа қарай. Ала, ұшына қарай. Суға ма?
Хадина кетіп сапты. Бар екен. Жақсына, жақын не болған? Не болқ? Леш па? Леш қапты болса. Ой, блин. Леш түсіп жатыр. Дәу екен. Подлещик вообще. Верхняя губа. Қайырлы таң достар. Короче, бізде келесі күн, яғни біздің балықта жүргенімізге ана нәлімдердікін санамағанда бүгін уже екінші күн, яғни 48 сағат. Бүгін уже жайлап қазір жиналамыз. Балықтың саны пока былай. Не болады? Өлініп қалды ма? Қазір шығарамыз. Міне бүгінгі біздің балықтар. Мына жер апасын ала өрген, сәл-пәл. Короче, лещ бар, окунь бар и язь бар. Мінекей. Мынандай окунь көргенсіздер ма достар? Моя дәу екен, ажып. Сіздер видеоның басында көрген амандасуды біз осылай түсіреміз міне. Міне жігіттер, міне палуандармен. Кешеден бері рахаттана кухнядан көріп жатырмыз, өйткені анау жататын палатканы еш шашпай, осының ішінде мінекей тамақ жеп, сөйтіп, қазір шайымызды қойып отырып, обедті ішіп алып, сонымен бұйыртса заттарды жинайтын боламыз. Короче, кешеден бері біз мынандай нәрсе сухой паек жеп жатырық. Мынандай кешкі ужин, ішінде осындай тамағымен, полный комплект. Қазір мына жақта шығардық, короче. Тушенка бар, щи бар, арпа, ботқа, короче, осындай. Салат, малат, чай-пай. Шайды қыздырып жатырмыз. Қазір қайнасын, сонымен жеп аламыз. Бізде, короче, обед басталды. Бүкіл контейнерде тамақтарды қосып, мынандай бір ботқа шығардық. Калориясын слишком көп енді. Сосын чай, сосын мынандай галеты, короче. Нанның орнына печенье алам. Ал жігіттер, ас болсын ал. Давайте, ұрып алайық. Заттардың бәрін жинап атсақ, мұнда ас екен яш ұстауған. Қаны? Килограмм ба примерно? 700 граммдай. Дәу екен. Біздің видео өз мәресіне келіп жетті, ал бүгінгі біздің ұстаған балықтарды көрсетейін. Яғни поплавок мынандай пенопласттарға түсті. Бізден аңғарыңыздар. Мен қолым міне. Мынандай әдемі, дәу. Өз білесіздер ғой, окунь ұстап жүрген жігіттер біледі. Бұл қанша жылдан мынандай размерге жететін. Міне осындай окунь бар. Мынандай дәу яздар бар тоже. Мінекей. И сосын мына жақта бізде подлещик бар, яздар бар и қырғын окуньлар бар, короче. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Общий 9 балық. Кішкентейлерді жібере салып енді мыналар әдем варианттарды алып кетеміз. Осымен міне, әдем. Бұл сезонда мына қайық өте жақсы өзін көрсетті. Калибри дейтін украинский. Қазір лайның бәрін сүртіп, жуып, тазалап, уже жинап, полный қысқа. Уже қыста вообще шығармайтын еқіп жинап, келесі сезонға дайындап кетеміз. Бізде мұнда машинаның ортасына кім отырады деген талас болып жатыр. Талас емес, наоборот, сол, давай. Қазір сульфа істейді, үшеуі. Ұтылған адам, біріншіден сразу ұтылған адам ортасына отырады, Давай, істеңдер ал. Сулифа. Сулифа. Мусордың бәрі жоқ. Сіздермен бірге болған сол баяғы әрекет, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк болсын ұмытпаңыздар. Всем пока, келесі видеоларда кездескенше, давайте.